әкесі тілектілер егілі. Жас байға бүгін құтлы сөздері, өлгенсіз, өскенсіз, ісі байтерек, ата дуалары қабылдыр бүгін. Неге бүгін нұрлыбай, әрбір шаңырақтан қыз бала, ата үшін ең бір мейірман інсі. Бүгін міне ыдыралды перзентіміз, Үрніман қызымызды шын үйінен ұзатар екенбіз. Сәрсенбі күні, сәтті күні қызымызды бөлшерден әттіріп той беріп отырсыз. Мен мейірман қызымыз, жанындағы күнбізіміз, Үрніман қызымызға өзіңіздің жүрегіңізден шыққан ақ тілегіңізді білдіріп, қызымызды күйеу балаңызға аманат етіп тапсаңыз. Rahmet kızımızın әкесінің берген ақ пәкәс Алла дәрежеге қабыл болсын. Енді мен қызымызды аңшылық ақтырып, осы дәрежеге әкелген, небір арманларын орындаған қызымыздың анасы Райсаға сөзін береді. Аш қалса да өзі жемей жегізген, мехрабенен аппақ сүтін емізген, тілін шыққан уақытта ана дегізген, еркелетпес сені анандай кешкен. Неге бүгін Райса қыз бала ана үшін шаңырақта дос болады. Осы қызымызға не жанымызда сақлап, не біргелеріңізді үйретіп, тәрбиелер беріңіз. Бүгін міне Одарбай апамызға, және күйеу баламызға осы қызды аманат етер екенбіз. Әрбір ананың тілегі бұл перзентінің бақыты болу. Міне бүгін жүрегіміздің бір пәршесі болған Үрніман қызымызға өзіңіздің жүрегіңізден шыққан ақ пәтеріңізді берсеңіз. Рахмет, балаларым, әкесінің айтқан жас кетелесінің бәрі қабыл болсын, Үрніман қызым бақытты болсын, өзінен өріп өссін, атынан енесіне адал қызмет етсін, өзінен өріп өсіп, үлкен шаңырақ болсын, еліміз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Әрбір келген балаларыма рахмет, ішімге өтен. Мына ораза айында беріп отырған пәтияларыңыз қабыл болсын, ел жас бақытты болсын. Тілегім сол. Рахмет, ата-анасы берген ақ пәтерлері Алла дәрежеге қабыл болсын. Қыз баланың қызметі сол басында, қалмайды әке-шеше қасында, ержеткен соң кетіп қалар арасында, қыз ұзату қиын екен атаға. Толы мүлкін жаһаны қалғандай, бір аңсаңды тәне жұлып алғандай, күйеуінен келмектері тұрғандай, қыз ұзату қиын екен анаға. Неге бүгін Үрніман сіңлім балалық пенен ата үйінен қоштасып, бүгіннен бастап өзге шаңыраққа, сырын білмеген шаңыраққа кәдек тасталуында тұрсын. Ал сіңлім бұл жерде ата-анаң сізді қанатыға қаттырмай, күмсуға жоқтырмай, ұсы дәрежеге әкелді. Міне енді баратырған шаңырағында қайын-ата, қайын-енен сол шаңыраққа сізді қызы ретінде қабыл етіп алсын дейміз. Осы жерде ата-анаңды ол жаққа бармасын сағынасың. Сол сағынған кезінде қайын-атаңа хендей, қайын-енен анаңдай мехрибан болсын. Бүгін міне қасиетті Рамазан айында екі жас тұрмыс арқылы ұзақ жолға қадет тасалуда тұрсыз. Бүгін міне үлкен ажа аталарымыз, үлкен аналарымыз сіздерге ақ пәтер берді. Ата-анамыздың сізге беріп отырған тойларға аласың деп қаламыз. Ал енді мен қайын-енесі құлақтарыңызға алтын сырғаларын тақты. Осы қайын-енеге бір мейірман келін болмайсың, ал қайын-ене саған бір қамқор ана болсын. Бүгін міне күйеу баламыз Үрніман қызымызды сізге аманат етер екенбіз. Осы қызымызды ендігі шағында қолдап қуаттау сіздің қолыңызда. Бүгін қызымыз сенген асқар тауын әкесін, туған туысқандарын, дос яраларын тастап, сізбенен бірге бір өмір бақытлы болуға, тұрмыс арқылы ұзақ жолға қадам тастауда.
Sonuň üçin ýekimiz ömürde sabırly bolupdy öýrenin. Her bir şaňarakda perzent ata-ananyň armanyny urgulaydy. Bugün meni usu ata-anamyzyň armanlary isке asypatyrgan eken. Ata-ana tarapyndan berilip atylan sowga salamlar toýlaryňyzga buýursun. Kızım meni bugün sizde ananız, atanız hiç kimden kim kurmayın diye okular okuturatıptı. Her bir şarakta kız balanın okuduğu şart ekan. Sebebi ertеңgi kuni bu prezident tarbiyalaydi. Sol prezidentin o'zidek qilib tarbiyalovga harakat etadi. Sonuç şu okuvatırgan okumunun namı kalın olsun deb qo'yamiz. Xalqimizning ibodatli so'zlari bor. Eng botir inson bu dunyoda qiz bola ekan. Sebebi kız bala sol şarakta bir özü kalıp sol şarakta bunun özü baxtlı buluğu gerek. Alsınlar sabır tileyen sizler. Yeni şarakta sol şarakta bunun özü siz okumamızdır. Barın şarakta baxtlı bulaman dediğiniz sol şarakta baxtlı bulaman der. Bu sırasını olmayanın aklap hiç vakitte kereysin vakit almalıysan. Mene bugün ata-anamız sizge hoşalar aytırıp toy berip atar. Şarakta her bir kız balanın armany bu ata-arazışlığın alıp uzatılıp ketu. Usu uzatılıp sizge nesip etken eken. Endigi navbatda kızımızga arnalan Havjar kızına beremiz. Havjar kızı vaqtida jasulgan analarımız, atalarımız kelip kızımızın manglaydan suyup, kızımızın dostları kelip kızımız bilen görüşüp, kızımızды şın eline uzatsınız. Aydan ayı, ay kızım, şaşkaları kırmızın, o kızların içinde orna böyle bir kızım.
бақытлы болсын.